Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін ашу және жүргізу өте күрделі тақырып болғандықтан, салыстырмалы түрде оның артықшылығын ИП екеуін салыстыру арқылы көрсеткім келіп отыр. Алғашқы видеода жалпылама ақпарат берілгендіктен, ол жаңадан бір то ашқысы келіп жүрген адамға ол міндетті түрде түсініксіздеу болады. Екінші, то жүргізіп жүрген белгілі бір қателіктері бар адамдарға да түсініксіздеу болады. Сондықтан жаңағы ең жақсы салыстырмалы түрде түсіндіру жақсы жол деп таптым. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, яғни то, жеке кәсіпкер ИП. Бұл екеуінің ең басты ерекшелігі, бір-бірінен айырмашылығы, тоның жалпы өзінің бейіні болады. Мүлік, ақша, қарыздар тек қана тоға қатысты болады. Қандай да бір тоның қарызы болатын болса, тода тіркелген құрылтайшылар не болмаса то директорының жеке басына ешкім келіп тиіспейді. Яғни шоттарын ешкім бұғаттамайды, сонымен қатар шетелге шығуына ешкім тыйым сала алмайды. Енді бір ерекше бір артықшылығы, бір адам бірнеше то, яғни компания аша алады. Ал ИП-ға келетін болсақ, ИП жеке тұлғаның иініне тіркеледі. Бір ИП иесінде бір ИП болады. ИП-да қандай да бір қарыз болатын болса, сол ИП иесінің мүлкіне, шотына шектеулер қойылады. Яғни ИП-ңызда қандай да бір қарыз болатын болса, шекарадан шыға алмай қалуыңыз мүмкін. Екінші, мемлекеттік тіркеуге келетін болсақ, то онлайн эго порталы арқылы ашылады. Бұл ашылу барысында құрылтайшылардың ескісі керек болады. Яғни то ашылып жатқан кезде, тоны компания дей берейікші, қазірден бастап. Компания ашылып жатқан кезде ол бір адам ашуы мүмкін, не болмаса бірнеше адам ашады. Ондай жағдайда барлығының ЕЦП кілті керек болады. Осыларды керек болады. То ашылған кезде жарғы бұйрық шешімдер шығарылады, және тода міндетті түрде жұмысшы тіркелуі керек, яғни директор тағайындалуы қажет. Ал ИП-ға келетін болсақ, онлайн e-license KZ, не болмаса Каспий банк, тағы да сол сияқты қандай банкілердің мобильдік қосымшасында ИП ашуға болады. Сол жерде автоматты түрде аша аласыз. Окетті салық режимінің барлығын бірден таңдай аласыз. ИП иесі, не болмаса жаңағы тіркелген ұялы телефон нөмірі болса жеткілікті. Ал енді тіркелгенін растайтын құжаттарға келетін болсақ, тода заңды тұлғаны тіркеу туралы жарғы болады, ИП-да талон болады. Бұл екі документ не үшін керек? Жаңағы қандай да бір компанияның ИП-ның ашылған туралы документ қандай да бір мекемелер талап ететін болса, не болмаса печать жасатқан кезде осы документтер керек болады. Жалпы салық режимін таңдау. Бұл жерде жаңағы ИП мен тода айырмашылығы бар. То тіркеу барысында салық режимін таңдай алмайсыз. Яғни то ашылғаннан кейін 5 жұмыс күннің ішінде кабинет салық KZ, не болмаса налоговыйға барып, сол жерден салық режимін таңдайтын боласыз. ИП-ға келетін болсақ, салық режимі бірден таңдалынады, яғни ИП
тіркеп жатқан кезде салық режимінде де таңдап жібересіз. Содан кейін ұйым атауына келетін болсақ, тоның бір ерекшелігі, тоның атауы қайталанбайды. Заңмен қорғалған. Яғни сіз то Алатау деп тіркейтін болсаңыз, басқа бір екінші бір адам келіп то Алатау деп тіркеле алмайды. Яғни заңмен қорғалған. Ал ИП-ға келетін болсақ, ұйымның атауы қайталана береді. Мысалы, ИП Алатау деп ашылған болатын болса, сіз де ИП Алатау деп ашыласыз. Сіз сияқты ИП Алатау деп ашқан 50-100 адам болуы мүмкін. Бұл жерде жаңағы адамдардың ин нөмірлері әртүрлі болғандықтан бұл жерде ашыла береді. Яғни қайталанады, заңмен қорғалмаған. Енді жұмысшыға келетін болсақ, жұмысшы, бұл жерде жаңағы осы уақытқа дейін кейбір ашып, жұмыстатып жүрген адамдарда көптеген кездесетін қателіктер. Яғни тода міндетті түрде ашылғаннан кейін жұмысшы болады. Яғни директор міндетті түрде тағайындалуы қажет. Және де ол еңбек KZ порталы арқылы тіркелуі қажет жұмысшы болып. Яғни тоны ашып жатқан құрылтайшылар директор болуға міндетті емес. Олар қаласа құрылтайшылардың ішінен директор таңдай алады, не болмаса сырттан директорлікке басқа адамды алып келе алады. Және де құрылтайшылардың артықшылығы өздері дивиденд алып отырады. Егер құрылтайшы директор болып тағайындалған болса, бұл жағдайда ол жалақы да алады, дивиденд та алады. Ал ИП-ға келетін болсақ, ИП-ның иесі ол тіркелудің ешқандай қажеттілігі жоқ. ИП-да ИП иесі жұмысшы болып табылады. Ай сайынғы төленуі керек әлеуметтік төлемдерді төлеп отырса жеткілікті. Енді жауапкершілік пен тәуелділіктерге келетін болсақ, жоғарыда айтып өткен, қазірде қайталайын, то директоры то үшін жеке жауапкершілік арқаламайды. Яғни тоның қандайда бір қарызы болатын болса, тода қандайда бір сот болып жататын болса, тоның директоріне яғни тиіспейді. Оның жаңағы шоттарын бұғаттап, не болмаса жаңағы шетелге шығуына тыйым салмайды және мүлкіне тиіспейді. Ал ИП-да проблема болса, ИП иесіне әсер етеді. Яғни ИП-да қандайда бір қарыз болатын болса, ИП иесінің шотын жауып тастайды, не болмаса тастайды, шетелге тіпті қарыз көп уақытқа созылып сотқа кетіп қалатын болса, сізге жаңағы шетелге шекарадан шығуға тыйым салып тастайды. Енді серіктестікке келетін болсақ, бұл жердегі тоның артықшылығы, томен біргеді. То өзінің үлесін сата алады. Және де тода бұрын тіркелген құрылтайшыларды алып тастай алады, не болмаса алып тастай алады, және де жаңадан қанша керек болса, сонша құрылтайшыны тіркей алады. ИП тек өз бизнесін жүргізеді. Ал енді бизнесті сату, бұл да тоның бір артықшылығы. Тоны сатуға болады және сыйлауға болады. Бұны енді анығырақ түсіндіретін болсам, қазіргі таңда үлкен қаншама уақыттан
бері жұмыс жасап келе жатқан толар, яғни өте үлкен обороты бар, не болмаса қандай да бір салада көп уақыт жұмыс жасаған тәжірибесі бар, лицензиясы бар деген сияқты кез келген ашылған жылына көп жыл болған толарды өте қымбат бағаға сатуға болады. Сонымен қатар жаңағы өзіңіздің жұмыстатып келген алған тоңызды жақындарыңызға, балаңызға, не болмаса әйеліңізге керек болатын болса, қажетті адамға сыйлауға болады. Тоо ешкімге берілмейді, яғни өзіңіз жұмыс жасатып жүргізесіз. Керек болмайтын болса, тоны керек болмайтын болса, ипыны жабасыз, оны ешкімге сыйға бере алмайсыз. Басқа бір адам келіп сіздің ипыңызды жалғастырып жүргізе алмайды деген білдіреді. Енді барлығындағы ең басты проблема ақшаны қалай шығарады. Ақшаны қалай шығарады. Бұл барлығының назар аудармайтын ең басты проблемасы деп айтуға болады. Бұл жерде мен сіздерге бір толықтырып айта кететін затым, жалпы упрощенка режимінде ипы болсын, то болсын, бухгалтер жұмысқа алып, жалдап жұмыс жасамай, өзі жұмыс жасай беруге болады. Яғни көптеген бір заттарды жеңілдетілгендіктен сол жаңағы оборотыңызды белгілейсіз де, оборотқа сәйкес салығыңызды төлеп, сол графаларды толтырып, дұрыс толтырып, отчетыңызды жауып жүре бересіз. Яғни жүре бересіз. Сондықтан жаңағы кәсіби бухгалтер болмағандықтан көптеген адамдар YouTube-тен қарап, тоны ашып алғаннан кейін бір жеткіліксіз ақпараттарды өздері іздеп тауып алғаннан кейін сол бар біліммен жұмыс жасатып жүре береді. Бұл өте қателік. Бұл жерде қате неден шығып тұр? Жалпы сіздер кез келген YouTube-тен видеоларды ашып қарайтын болсаңыз, ол жерде көбісі айтады, жаңағы тодан ақшаны зарплата ретінде, не болмаса дивиденд ретінде шығарып алады деп айтылады. Бірақ жаңағы неге деген сияқты заттарды қысқаша бергендіктен көптеген адамдар түсінбей жатады. Мысалы, тоның ақшасы тек тоныкі. Бұл ешқандай жаңағы директордікі де, не болмаса да құрылтайшыныкі да емес. Яғни тоның ақшасы. Яғни то ашып жатқан кезде жаңағы жарғы, шешімдер шығарған кезде ол жерде нақты көрсетіледі. Яғни тоға түскен ақшаны шешім бойынша жаңағы дивиденд ретінде қанша айда, яғни жылына бір рет шығып отыра ма, не болмаса жаңағы 6 айда бір рет шығарып алып отыра ма, не болмаса 3 айда бір шығарып алып отыра ма дивидендті, соның барлығы көрсетіледі, және көрсетіледі. Заң бойынша ақшаны шығарып алуы қажет. Осы бойынша біздегі қателік неде? Жаңағы қателік неде? Жаңағы тоның шотына ақша түседі, бүгін түссе, бүгін шешіп алады. Сөйтіп жаңағы көптеген жаңағы бухгалтердің көмегіне жүгінбейтін то иелері осылай жұмыс жасап жатыр. Бұл қате. Енді мен қазір жаңағы ипмен салыстыратын болсам, ипының ақшасы ол ипы иесінің ақшасы. Яғни ипыда бүгін продажа жасадыңыз, түскен ақшаны сіз өзіңіздің шотыңызға аударып алып жұмсай бересіз. Не болмаса банкоматтан шешесіз де ары қарай өз қажеттілігіңізге жұмсай бересіз. Яғни ипының ақшасы ипының иесінің ақшасы болды. Қалай жұмсаса өзі біледі. Ал тоның ақшасы тоныкі,
ИП-да ақшаны қалай шешкен сияқты, тода сіз шеше алмайсыз. Яғни сіздің қалай тоның шотына түскен ақшаны шешіп алуыңыз барлығы документ жүзінде тоны ашып жатқан кезде шешімдер мен шыққан шешімдер бойынша болуы керек. Яғни қалай шығарып аламыз? То директоріне ай сайын жаңағы белгіленген жалақы 85.000 теңге болатын болса, 85.000 теңгеге айна бойынша есептелген әлеуметтік жарналар ай сайынғы төленеді. Сонымен қатар соларды алып тастағанда қалған сума жаңағы директордың жеке шотына зарплата болып түседі. Егер сіз ақшаны шығарып алатын болсаңыз, дивиденд ретінде шығаратын боласыз. Яғни өзіңіздің шотқа лақтырып жатқан кезде жаңағы дивиденд ретінде лақтырылып жатқанын дәлелдеп, дивиденд ретінде ғана жібересіз. Сонымен қатар салық кезеңінде жаңағы сіз салық есептілігін тапсырып жатқан кезде осының барлығы қай айда қанша дивиденд шығардыңыз, соның барлығы көрсетілетін болады. Графада көрсетілетін болады. Енді жаңағы сіз осы уақытқа дейін жаңағы қалай болса солай жаңағы ИП-да ақша шешкен сияқты білмей тодан ақшаны шешіп жүрген болсаңыз, міндетті түрде сауатты бір бухгалтерге барып, қалай жұмыс жасау керектігін сіз сұрап біліп алыңыз. Қазіргі кезде өздеріңіздер білесіздер, бізде үлкен кәсіби бір бухгалтерлердің жасаған курсынан өткен жаңағы тек қана курс өткен және бухгалтерлік қызметтер жасап жүрген бухгалтерлер көп. Кейбір мәселелерді олардың өздері де жақсы білмейді. Сонымен қатар сізден жаңағы тоның оборотын сұрайды, төлеген төлемдеріңізді сұрайды. Соны жаңағы графаға кіргізеді, сізді жауап беріп, отчетыңызды жабады, ақшасын алып ары қарай жүре береді. Ары қарай жаңағы бір ашып айтатын болса, оның да жұмысы көбейіп кетуі мүмкін, артық проблеманы қалауы мүмкін. Сондықтан жаңағы сізге ескертіп айтпайды. Сондықтан мұқият болыңыз. Енді бұл жаңағы қазіргі кезде жалпы осылай жұмыстау керек, ақшаны осылай шешіп алу керек екенін білетін адамдар осылай заң бойынша жұмыс жасап жүр. Ал енді білмейтін адамдар қалай болса солай тапсырып жатыр. Тапсырған заттарының бәрі өтіп кетіп жатыр да, оны ешкім ары қарай тексеріп жатқан жоқ. Ол белгілі бір уақытта жаңағы қандай да бір жағдаймен жаңағы налоговый орган тексерген кезде осының бәріне сіз жауап бересіз. Яғни жаңағы сіз тоның ақшасын бейберекет алып шешіп жүргеніңіз үшін тоға қарыз болып қаласыз. Сондықтан мұқият болыңыз. Ары қарай тағы да бір ақпараттар керек болатын болса, жалпы енді YouTube-тен болсын, Google-дан болсын қараңыз. Бірақ өкінішке орай дивиденд қалай шығарып алу керек, қалай жұмыс жасау керек деген сияқты толыққанды видеолар жоқ. Сондықтан мен өзім осы заттарды білгеннен кейін, осындай мәліметтер аз болғаннан кейін, мен осы тақырыпты қозғап өзімнің YouTube каналыма жүктеп отырмын. Бұл дивиденд саласы өте ауқымды тақырып болғаннан кейін, бұны осыдан кейінгі видеода жеке қарастыратын боламыз. Енді айыппұлдар мен қызмет бағаларына келетін болсақ, ИП-ға қарағанда тоның
ставкалары, айыппұлдар қымбат. Яғни сіз отчет тапсыртатын болсаңыз да тонікі қымбат. Жабатын жағдайда да оныкі қымбат болады. Ал ИП-нікі тоға қарағанда айыппұлдары мен ставкалары арзан. Енді бір соңғы маңызды бір зат ликвидация не болмаса жабылу. Тоны жабу үшін 2-3 ай кетеді. Яғни осы уақыттың ішінде жаңағы керек мәліметтерді жіберіп, керек болатын болса, салық органдарына барып жабатын боласыз. Осысына сәйкес жаңағы тоны жабу құны 50.000 теңгеден басталады да ары қарай кете береді. Оның мысалы не үшін оның қымбаттай беруі сіздегі тодағы болған проблемаларға байланысты. Яғни жабылуға жақындаған кезде жаңағы сіздің білмей бұрыннан бері жасамай жүрген қателіктеріңіз шығатын болса, соның барлығын түзету керек болады. Осыған сәйкес жаңағы уақыт ұзаққа созылады. Сол себепті бұның құнының жоғары болатыны сондықтан. Ал ИП-ның жабылуы жалпы оңайырақ болады. Егер ИП ендесте болмаған болса, ешқандай қарыздар жоқ болатын болса, ИП 15 күн ішінде жабылады. Яғни автоматты түрде жабылып кетеді. Қандай да бір салық, әлеуметтік төлемдер жасырылған болатын болса, ИП жабылып кетсе де кейін қайта тексеріледі, пениясымен бірге қайта төленеді. Сондықтан достар, жаңағы білмей жабылып кетеді деген сияқты оймен өтірік ақпарат, мәліметтерді беріп, ИП-ны жабудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Біздің қазіргі таныстардың арасында да шығып жатыр. Жаңағы 2 жыл бұрын жабылып кеткен, яғни табыс көрсетілмей жабылып кеткен ИП-ларға қарыздары шығып, қайтада пениясымен бірге төлетіп жатыр. Қандай да бір осындай бір сіз тексеріске ілігетін болсаңыз, сізді жалған ақпарат беріп жапқаныңыз үшін сізді тексеретін болады. Өтіп кеткен заттың барлығын сізге дәлелдеу керек болады. Сондықтан жаңағы барлығы ашық, барлығын дұрыс, білмегеніңізді қандай да бір кәсіби бухгалтерлерден не болмаса жаңағы білетін адамдардан сұрап, дұрыс жүргізіп жүргеніңіз абзал.